Оқырмандар, бүгін біз аджика дайындаймыз. Қыстыққа оған тартылған 2 кг болгарский перец, 3 кг помидор, 500 г тартылған чеснок, 3-4 штук острый перец, 200 г сұйық май, 4 қасық қант, 3 қасық тұз саламыз. Енді осыған 3 кг помидорымызды қоямыз. Кастрөлімізге 3 кг тартылған помидорымызды құйдық. Тартылған болгарский перецімізді қосамыз. Енді осыны бір қайнатып аламыз. Міне жаңағы болгарский переціміз бен помидорымыз қайнады, көбіктенеді, оны бұлай араластыра саласыздар. Осыған 250 г сұйық май қосасыздар. Асыл жабысқан болсын араластырып тұрасыздар. Араластырып тұрасыздар. 4 қасық қант саламыз. Дәмін көріп, тағы да салсаңыздар болады. Мен 4 қасық қостым. 3 қасық тұз қосам. Міне тартылған ащы бұрыш 3-4 штук тартылған. 500 г тартылған чеснок. Бүкіл нәрсесін қосып араластырып тұрасыздар. Баяу отқа қойып 30-40 минут қайнатасыздар. Сосын банкаларыңызды стерилизовать, соған құйып қыстыққа дайындайсыздар. Міне аджикамыз дайын болды. Осыны ыстық қалпында стерилизоваттаған банкаларымызға құйып, қыстыққа сақтай бересіздер. Міне салатымыз қайнап болды. Енді осыны ыстықтай стерилизоваттан дайындаған банкаларымызға құйып, қыстыққа дайындай бересіздер. Аджикамыз мен банкаларға құйдым. Енді осының крышкасын жауып, қыстыққа дайынбыз. Астарыңыз дәмді болсын. Лайк басып кетіңіздер.